Ассалаумағалейкум. Еліміздің бастарынастың тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Алда көретіндеріңіз. Қыркүйекке дейін қоныс аудармаса, билік ұсынған баспанадан қағылады. Калачи тұрғындарына соңғы ескерту жасалды. Мы приняли решение, что до 1 сентября. Егер 1 қыркүйекке дейін қалған отбасылар ауылдан қоныс аудармаса, яғни біз ұсынып отырған пәтерлерге орналаспаса, олар бұл мүмкіндіктен біржолата айырылады. Осы нәрсе Калачиде қалған тұрғындарға ескертілді. Олар көшпейтін болса, ол пәтерлерді жетімдер мен кезекте тұрғандарға береміз. Кім кінәлі? Кінәрат таппаған ба, әлде кінә таққан ба? Алексей Ни допинг дауына қатысты ойын айтты. Получается, в Швейцарии, там, Моковскую, получается, она там находит то, что другие лаборатории не нашли. Она в Кёльне, в Германии, Международная федерация проверяла. Поэтому вот это ставит сразу под сомнение легитимность всех лабораторий. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Сербия Республикасына жасаған ресми сапары нәтижелі аяқталды. Жергілікті басылымдар мемлекет басшысының қатысуымен болған кездесулердің қорытындысын жарыса жазуда. Белградтан Елдар Бақпаев сөз алады. Әуелеген әуен сымдай тартылған сарбаздар. Сербияда мұндай құрмет тек ең мәртебелі меймандарға ғана тиесілі. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевты Еуропа елдерінің әрқайсысы ерекше ілтипат, зор құрметпен қарсы алуда. Сербия президенті Томислав Николич бұл ретте еуропалық әріптестерінен асып түспесе, қалыс қалмауға барын салғаны көрініп ақ тұр. 1947 жылы іргетасы қаланған Сербия сарайы Белградта ресми қабылдаулар өтетін ғимарат ретінде танымал. Бүгінгі мәртебелі мейман қазақ көшбасшысы. Бірнеше мәрте халықаралық ұйымдарда Сербияға қолдау танытып жүрген Қазақстан президентінің сербтер үшін шоқтығы биік. Зеңбіректен 10 рет атылған оқтың өзі қазақ еліне деген оң көзқарастан қартты. Тарихи сәтке тынымсыз дайындалған арнаулы жасақ қауіпсіздік шараларында да қырағылық танытып, шарапат мол шарадан шашау шығармауға барын салды. Ресми шарадан кейін екі ел басшысы бірден екі жақты кездесу өткізді. Тараптар дипломатиялық байланыс орнаған 20 жыл ішінде атқарылған істерді саралады, болашақ бағыт-бағдарды айқындады. Сербия жақсы қарым-қатынасты әсіресе экономикалық тұрғыдан бекемдеуге мүдделі. Мұнымен қоса энергетика, құрылыс, ауыл шаруашылығы салаларындағы ынтымақтастық мәселелерде сөз болды. Кездесу соңында мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан-Сербия байланысын бекемдеуге қосқан үлесі үшін үзеңгілесіне бірінші дәрежелі достық орденін табыстады. Сейчас, в условиях, когда мы отмечаем 25 лет независимости и 20 лет дипломатических отношений Казахстана и Сербии, происходит эта встреча. Надеюсь, он создаст условия для нашего бизнеса, для политики, для того, чтобы расширить торговлю, товарооборот, на этой базе строить отношения дружбы и доверия. Мы хотим сотрудничать в переработке сельскохозяйственном, аграрном строительстве, медицине, фармации. Сербия и Казахстан имеют экономику взаимодополняемую, выгодную для обеих наших сторон. И много того пред нами. Құрметті президент мырза, қош келдіңіз. Сізді Сербияда қабылдау мен үшін үлкен мәртебе. Біздің бұл кездесуіміз достық байланыстарымызды одан әрі бекемдей түсетіндігінде сенімдімін. Сербия ел үшін Қазақстанның өзгелерден орны бөлек. Әрі қарай кездесу күн тәртібінде кестеге сәйкес кеңейтілген құрамда өрбіді. Екі ел басшылары іле-шала бірлескен мәлімдемеге қол қойып, көптің көкейінде жүрген сауалдарға жауап берді. Сондай-ақ тараптар бірнеше маңызды уағдаластықтарды рәсімдеді. Атап айтсақ, екі ел сотталған адамдарды беру туралы келісім жасасты. Мұнымен қоса, Сербия Астанада өтетін Экспо 2017 көрмесіне қатысатын ресми түрде растаса, Алматы облысы және Воеводина автономды өлкесімен ынтымақтастық құжатына қол қойылды. Біз Сербияны Балкандағы, шығыс оңтүстік Европадағы негізгі әріптесіміздің бірі деп санаймыз. Екі елдің арасында ешқандай саяси жағынан, басқа жағынан келіспеген мәселелер жоқ. Сондықтан сауда-саттық жасап, достықты бұл елменен нығайту Қазақстан үшін өте қажет.
Сербияда инвестиция, инновация жөнінен жетістіктер өте көп. Сондықтан біз бұл жолменен сауда-саттықты жасаудың жаңа саласын жаңадан ашайық деп отырмыз. Өткен келіссөздерде, жеке келіссөздерде, делегациялар арасындағы келіссөздерде меніңше көп нәтижелерге қол жеткіздік. Қазақстан президентінің бұл сапары болашағымыздың кемелденуіне кепіл болады деп атап өткен Сербия президенті кезекті рет елбасыға рахмет айтып, өз ойын білдірді. Посета преdsjednika Назарбаева. Мен президент Нұрсұлтан Назарбаев пен Қазақстан-Сербия арасындағы диалогтың жанданғанын тілге тиек еттім. Байланысымыздың жаңа келбеті пайда болды. Бұдан былай біздің үкіметтерімізде тығыз қатынаста болады. Осыған орай Қазақстан мен Сербияның көкжиегін кеңейту аясында 5 құжатқа қол қойылды. Қазақстан мен Сербия сауда-экономикалық ынтымақтастық әлеуетін толыққанды қолданбай отыр. Оған ресми көрсеткіштер дәлел. Мәселен, 2015 жылы екі ел арасындағы тауар айналым 56 миллион долларға жуықтаса, биыл қаңтар-мамыр айында бұл көрсеткіш 11 миллион долларды ғана құраған. Демек, іскерлік және инвестициялық қарым-қатынас қарқыны бәсеңдеген. Алайда, бұл кездесулер арқылы Қазақстанның инвестициялық климаты жергілікті кәсіпкерлер үшін қаншалықты тиімді екеніне бизнесмендердің көзі анық жетті дейді еліміздің ұлттық экономика министрі. Біз елдеріміздің арамызда экономикалық және сауда қатынастарын дамыту керек. Сондай мақсатпен келіп отыр, сол мақсаттарды талқыладық. Қай салалар? Ол біз үшін, Қазақстан үшін ауыл шаруашылық, құрылыс саласы, машина жасау салалары. Өйткені тарихтан алатын болсақ, югославиялық және серб компаниялар бұл салаларда олардың деңгейі жоғары деп айтуға болады. Біз ең әуелі өзіміздің жеке қаржымызды жұмылдыруға ниеттіміз. Сол себепті де біздің алдымызда тұрған басты мәселе сербиялық кәсіпкерлерді қазақстандық жобаларға барынша тарту. Өйткені олардың әлеуеті артқан сайын қос елдің кіріс көзі де артатыны белгілі. Біздің өз саламызда тәжірибеміз жеткілікті. Қазіргі мақсатымыз қазақстандық компаниялармен тығыз байланыс орнату. Сондай-ақ сіздердің елдеріңізде инвесторлар үшін барлық жағдай жасалған. Оны біз сербиялық бизнесмендерге егжей-тегжейлі түсіндіруіміз шарт. Себебі бүгінде Қазақстан сияқты экономикасы тұрақты елге инвестиция құямын деушілердің қатары көбеюде. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев сапар аясында Сербия Республикасының премьер-министрі Александр Вучичпен де кездесіп, өзекті де өткір мәселелерді талқылады. Бүгінгі нәтижелі кездесулерден кейін Қазақстан мен Сербия байланысы жаңа қарқынмен дамуы тиіс. Екі ел өкілдер осылай деп қол алысты. Уағдаластық бар енді. Алыс-берісті арттырып, бірлескен кәсіпорындар санын көбейтуге 5000 шақырымдық арақашықтықта кедергі бола қоймас. Оны жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары да жарыса жазуда. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Сербияға жасаған бұл сапары тарихи тағылым мол құндылықтарды әспеттеп, мәдениетіміздің мәйегін мейлінше түлетті. Алғаш рет кәрі-құрлық елдерінің бірінде қазақтың қара домбырасын кие тұтқан ақиық ақын халық данасы Жамбыл Жабаевтың ескерткіші бой көтерді. Абыз жырау Жамбылдың мүсінін тамашалауға 1000-ға жуық сербиялық жиналды. Белградтың бел ортасында бой көтерген бұл ескерткіш исі қазақ жұртының мақтанышына айналатыны сөзсіз. Пусть вот это событие послужит тому, чтобы произведения казахских писателей и поэтов переводились на сербский язык, а сербские творческие люди переводили свои творения на казахский язык. Так мы будем сближать наши народы, нашу молодежь. Мы сегодня договорились о том, чтобы мы направляли молодых студентов к вам, и сербская молодежь училась у нас в столице, в наших университетах. Провести Дни культуры Сербии в Казахстане, Дни культуры Казахстана в Белграде, чтобы наши народы ближе знали культуру и искусство своих народов. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Сербия патриархы Иринеймен де жүздесті. Патриарх Қазақстан президентін Сербия православ шіркеуінің жоғарғы наградасы бірінші дәрежелі қасиетті Сава орденмен марапаттады. Елбасы бейбіт елде берекелі өмір сүру үшін ең әуелі ұлтаралық татулық қажет екендігін тілге тиек етті. Я инициировал собрание руководителей традиционных религий. Я вас приглашаю посетить Казахстан на следующий съезд. И вы увидите, что там и раввин Израиля,
И мулла Ирана здороваются, сидят рядом, разговаривают. А так трудно представить, что это было бы. И все, которые сегодня не согласны, сидят рядом, беседуют и делятся мнениями. Если не разговаривать, то нельзя решить вопрос. Если не разговаривать, нельзя понять друг друга. Діні мен ділі бөлек болса да мақсаты бір, мүддесі ортақ. Ол қой үстінде бос торғай жұмыртқалаған заманда өмір сүру. Қазақстанның бұл ұстанымына Сербия халқы қызыға қарайтыны рас. 130-дан астам ұлт өкілдері сүтте үйіп отырған еліміз бүгінде төрткүл дүниенің төрт бұрышына үлгі. Себебі кез келген елдегі алауыздықтың соңы азаматтық соғыспен аяқталатынын көз көріп, құлақ естіп жүр. Нәтижесінде дамудың даңғыл жолындағы елдердің өзі шатқаяқтап қалады. Бұл мемлекет Югославия кезінде 80 жылдың аяғында, 90 жылдың басында ең дамыған алдыңғы қатарлы мемлекет болады. Содан кейін азаматтық соғыс басталды ішінде. 90 жылдың басында мыналардың дүние шайқалған кезде сол дінаралық, этносаралық келіспеушіліктің арқасынан соғыс басталды. Соғыстың салдары жаңағыдай болды. Сол соғыс бітіп қойған кезде Югославия барлық мемлекеттердің ең ар жағында қалды артында. Алдында болған, бәр болғаны 7-8 жыл бұрын. Содан кейін барлығының артында қалды. Әлі күнге дейін мінекей соның орнын толтырабай келе жатыр. Ешкім бұлармен сауда-саттық жасамады, ешкім қатынаспады, ешкім инвестиция бермеді. Сондықтан біздің қазақтың тәлім тәрбие алатын жағдайы бар. Ішінде бірлік болмаса, ішің бөлінсе, сыртың да бөлінеді. Ішіңде тыныштық болмаса, басқа ел сыйламайды. Көрші де, алыс та, жақын да сыйламайды. Отандық бұқаралық ақпарат құралдарына арнайы баспасөз мәслихатын өткізген мемлекет басшысы Сербияға жасаған сапары нәтижелі өткендігін жеткізді. Елбасы ендігі меже етене араласып, алыс-берісті, барыс-келісті арттыру екендігін қаперге салды. Эльдар Бақпаев, Жандос Битабаров, Жанұзақ Боранбаев, Хасен Омарқұлов, Алмас Омарғалиев. Президент телерадиокешенінің көмегімен қорытынды жаңалықтар Белградтан. 1 қыркүйекте елордада парламент палаталарының бірлескен отырысы өтеді. Мәжіліс спикері Нұрлан Нығматулин қос палатаның бірлескен отырысын шақыру туралы өкімге қол қойды. Қазір депутаттар ауыл аймақтарды аралап, ел жұрттың ұсыныс тілегін тыңдап, өздері әзірлеген заңдардың орындалу барысын зерделеуде. Енді бір аптадан кейін олар болашақ жұмыс жоспарларын талқылайды. Атқаратын іс көп. Айта кетейік, 6-шы шақырылымның бірінші сессиясы 100 күнге созылды. Осы уақытта депутаттар бірқатар заң жобаларын бекітті. Заң шығару үрдісінде елбасы нақтылап берген тапсырмаларға басымдық берілді. Екінші сессияда ұлттық қауіпсіздікті нығайтуға бағытталған заңдар қабылданады деп жоспарлануда. Оның ішінде лаңкестік және экстремизммен күрес, қару-жарақты сату мен сақтау, көші-қон және діни бірлестіктердің жұмыстарына ден қойылады. 100 нақты адам ұлт жоспарын заңмен бекіту мәселесі де күн тәртібінде болады. 29 тамыз халықаралық ядролық сынақтарға қарсы күрес күні. Бұл датаны бүкіл әлем Қазақстанның бастамасымен атап өтіп келеді. Себебі 1991 жылдың 29 тамызында адамзат тағдырындағы ең сұрапыл сынақ Семей ядролық полигоны жабылды. Осы күні Қазақстан жерінде ғана емес, шетелде де бірқатар маңызды іс-шара өтті. Оларға қазір әріптесім Достық Талғатұлы рет-ретімен тоқталады. Ол сараптамалық орталықтан тікелей байланысқа шықты. Кеш жарық, Достық. Жалпы әлем халқы Қазақстанның ядроға қарсы бастамалар жайында не дейді? Кеш жарық, Бауыржан, Қазақстан ядролық қаруды таратпау мәселесінде жаһандық көшбасшы. Мұны бүгінде бүкіл әлем мойындап отыр. Дегенмен ядролық қарудан бас тартқан Қазақстан сияқты батыл қадамды бәрі бірдей жасауға құлық танытпай отыр. Қазақстанның Нидерландыдағы елшілігінің мұрындық болуымен Гаагада өткен іс-шарада Семей полигонынан жеткен тас әйгілі әлем алауына қойылды. Айта кетейік, мұнда өзіндік терең тарихы бар әлемнің түпкір-түпкірінен әкелінген тастар топтастырылған. Қазақстан шын мәнінде өзге елдерге үлгі, ядролық қарудан бас тартудың маңыздылығын көрсетті. Бұл қадам арқылы өзінің үлкен үлесін қосты. Сол үшін алғысымызды білдіреміз. 1949 жылдан бастап 40 жыл бойы Семейдегі ядролық дүмпулер қоршаған ортаны улап, салдарынан жергілікті халық үлкен қасіретке тап болды. Жер бетінде және жер асты 470-ке жуық жойқын жарылыс 1 миллионға жуық тұрғынға үлкен зиян әкелді. Ядролық толқындар тіршілікті түбегейлі жойды. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың күш салуының арқасында ядролық полигон жабылды.
Сенат депутаты Икрам Адырбеков осы тұста елбасының ядроға қарсы батыл бастамалары жөнінде айтып берді. Мемлекет басшысы Семей полигонын жабу туралы шешімінен бастап 25 жыл бойы ядролық сынақты түбегейлі тоқтату, ядролық қаруды қысқарту және оны таратпау туралы халықаралық қоғамда тұрақты мәселе көтеріп талап қойып келеді. Соның нәтижесінде бүгінгі күні Нұрсұлтан Әбішұлы ядролық қарусыз әлем құру жөніндегі халықаралық қозғалыстың көшбасшысына айналды. Ядролық бомба қазақ жерін ғана емес, жергілікті халықтың тағдырын да талқандады. Бұл зұлматты антиядролық қозғалыс белсендісі суретші Кәріпбек Күйіков өз еңбектерінде көрсете білді. Семей жерінде екі қолсыз дүниеге келсе де Кәріпбек Күйіков қылғаламды тістеп немесе бағайымен қысып, жан қайғысын қағазға түсіріп келеді. Астанадағы ұлттық мұражайда бұл картиналар көпшілік назарына ұсынылды. Мен сырқат болып туған балалары бар отбасыларын көп көрдім. Тіпті босандыру кезінде мұндай сәбилерді көріп, акушерлердің өздері естерінен танып жатқан. Бұл зұлмат президентіміздің, халқымыздың ерлігінің арқасында тоқтады. Ұлттың тағдырын ойрандаған қасірет туралы алғаш рет 1989 жылы Невада Семей қозғалысы кезінде көтерілді. Алматыдағы жазушылар одағының алдына мыңдаған адам жиналып, жарылысты тоқтатуды талап етті. Бұл біз үшін жеңіске пара-пар. Суреттердің ішінде автордың автопортреті де бар. Бұл жерде бесікте қолсыз туған бала бейнеленген. Кәріпбек Күйіковтың еңбектерінің басым бөлігі Семейдегі сынақ тақырыбына арналған. Суретші бүкіл әлемде ядролық қарудың жойылуын армандайды. Рахмет. Сараптамалық орталықтан тікелей қосылған әріптесім Достық Талғатұлы. Халықаралық ядролық сынақтарға қарсы іс-қимыл күні Нью-Йоркте де кеңінен аталып өтуде. Біріккен ұлттар ұйымы штаб пәтерінде қауіпсіздік кеңесінің және қарусыздандыру жөніндегі комитеттің отырыстары өтті. Жалпы халықаралық деңгейде бекітілген келісімдерге қарамастан жаппай қырып жою қаруынан бас тартпай отырған елдер әлі де бар. Оларда райынан қайтару үшін халықаралық қауымдастық түрлі тетіктерді пайдалануда. Көбіне көп Қазақстанның тәжірибесін алға тартып үлгі етеді. Жаппай қырып жою қаруынан ең көп зардап шеккен Қазақстан мен Жапония осы конференцияның өтуіне атсалысты. Сондай-ақ олар қаруды қолданбау туралы келісімнің күшіне енуіне көп күш жұмсауда. Қауымдастық тарапынан біз де осы ұранға қосыламыз. Енді Біріккен ұлттар ұйымы мен қауіпсіздік кеңесі алдағы қыркүйек-қазан айларында осы мәселені күн тәртібіне шығарса деймін. Осы Семей полигон аумағындағы ластанған экологияны қалпына келтіру сынақ зардабын зерттеу үстінде ұлттық ядролық орталық айтарлықтай нәтижеге қол жеткізді. Біздің арнаға берген эксклюзивті сұхбатында орталық директоры Ерлан Батырбеков Семей полигондағы жердің белгілі бір бөлігін тіпті ауыл шаруашылығы мақсатында пайдалануға болатындығы мәлімдеді. Отандық ғалымдар мен МАГАТЭ сарапшылары осындай ортақ шешімге келген. Қазір ядролық орталық мамандары жапондық әріптестеріне Фукусима апатының зардабын жоюдың жолдары мен тың тәсілдерін үйретіп жатыр екен. Отандық мамандар баламалы энергия көзін іздеу жолында да үлкен жетістікке қол жеткізіпті. Энергия будущего — это есть термоядерный синтез. Болашақтың энергиясы дегеніміз термоядролық синтез. Еліміздің ғалымдары адамзат тарихында тың жаңалық ашып, оны токамак деп атап, Курчатовта үлкен нысан құрылысы жүргізіліп жатыр. Басқаруға болатын термоядролық түзілу саласында тер төгіп жүрген адамдар осы жобаның аяқталуын асыға күтіп отыр. Құрылысты келесі жылы аяқтаймыз. Экология дегеннен шығады. Риддер қаласының тау-кен байыту комбинатында болған ірі апаттың салдары 80%-ға жойылды. Бұл туралы еліміздің жетекші экологтары мәлімдеп отыр. Еске салайық, мамыр айының соңында Ақауы бар Қазымырыш қалдық қоймасынан техникалық сұйықтық сыртқа ағып кеткен еді. Қалдықтар 4 тау өзеніне құйылып, 25 шақырым жерге дейін жайылған. Мамандар сынамалар алып, қалдықтар әрі қарай тарамау үшін өзен ағыстарының кейбір тұстары құммен және қиыршық таспен жабылған болатын. Аймақта топырақ құнарлығын қалпына келтіруге бағытталған негізгі жұмыстар алдағы қазан айының аяғына дейін жалғасады. Риддер қаласының аумағы толық тазартылып болғанша, аумақтық экология департаментінің мамандары онда кезекшілік ететін болады. Дер кезінде қоныс аудармаған калачиліктер мемлекет ұсынған баспаналардан қағылуы мүмкін. Өңір басшысы ауыл тұрғындарына соңғы ескерту айтып, 1 қыркүйекке дейін уақыт берді. Белгісіз дерт жайлаған елді мекен халқын көшіру үшін қазынадан 2 миллиард теңге бөлініп,
аудан орталығынан бірнеше көп қабатта үй салынған еді. Бірақ онда көшуге құлық танытпай отырғандар да бар. Мәселеге өңірдегі тілшіміз Дамир Берікұлы үңіліп көрді. Калачиде қалған отбасылар қазір бейғам өмір сүруде. Шумелендер отбасы бұл жерде 40 жылдан астам уақыт тұрып келеді. Татьянаның сөзіне сенсек, ол аудан орталығынан берілетін баспананың сапасына күмәні бар. Одан қалды жаңа жерде жұмыссыз қалам дейді. Ауылдан көшкісі келмейтіндердің уайымы осындай. Вот мне именно моей семье предложили Біздің отбасыға Есілдегі жаңа үйдің 3-ші қабатынан 2 бөлмелі пәтер ұсынды. Ол маған ұнамайды. Жатын бөлмесі өте тар, құрылыс сапасы да сын көтермейді. Есік терезелері әрең тұр. Ол пәтерге көшсең қайтадан күрделі жөндеу жасау қажет болады. Сосын жұмыс табылмайды екен. Бірақ осының бәріне көз жұмып, өздерімен балаларының болашағы үшін тәуекел етіп ауылдан көшіп кеткендер көп. Солардың бірі Анфаровичтер отбасы Калачиден қол саударғандарына қазір қуанып жүр. Воды не было. Калачиде судан қиындық көрдік. Қысқы отын көміріңді дайындап алуда оңай шаруа емес. Одан қалды жолдасым да науқас. Ал осында сәуір айында көшіп келдік. Жанның рахаты. Тұрғындарды алаңдататын ең басты мәселе пәтерлердің жекеге берілмеуі екен. Ал мұның мән-жайын жергілікті мамандардан сұрағанымызда, олар дәл қазір бұл баспаналарды жекеменшікке беруге заң рұқсат етпейтінін айтады. Вопрос о передаче этих квартир, в частности. Бұл пәтерлерді тұрғындардың меншігіне беру мәселесі қазір облыс басшылары мен республикадағы құзырлы орган мамандарының бақылауында тұр. Алдағы уақытта бұл проблема оң шешіледі деп үміттенеміз. Себебі бұл жердегі жағдай басқа. Олар өз үйлерін тастап көшіп келуде. Сондықтан билік мұны жай қалдырмайды. Мы приняли решение, что до 1 сентября. Егер 1 қыркүйекке дейін қалған отбасылар ауылдан қоныс аудармаса, яғни біз ұсынып отырған пәтерлерге орналаспаса, олар бұл мүмкіндіктен біржолата айырылады. Осы нәрсе Калачиде қалған тұрғындарға ескертілді. Олар көшпейтін болса, ол пәтерлерді жетімдер мен кезекте тұрғандарға береміз. Осылайша облыс әкімі Калачиде қалған отбасыларға соңғы рет мүмкіндік беріп отыр. Ендігі таңдау тұрғындарда. Алайда аймақ басшысы ауылда қанша адам қалса да, ондағы әлеуметтік нысандар жұмыс істей беретінін айтады. Яғни халық қандай жағдай болмасын далада қалмайды. Дамир Берікұлы, Анатолий Полянный, қорытынды жаңалықтар, Ақмола облысынан. 1 қыркүйектен бастап қазақстандықтар әкімшілік іс бойынша сот қаулыларын электронды нұсқада алатын болады. Бұлар әсіресе жол көлік апатына түсіп қалған жүргізушілер үшін жағымды жаңалық. Себебі сақтандыру компанияларынан төлемақы алу үшін азаматтар алдымен сот шешімін күтетін. Қаулы 10 күннен кейін күшіне енген соң, оны алу үшін ұзын сонар кезекте тағы тұратын. Жоғарғы соттың қолдауымен іске асқалы отырған жоба осы олқылықтардың алдын алып, азаматтардың уақытын үнемдеуге, әрі қағазбастылықтан арылуына мүмкіндік тудырмақ. Биыл ел бойынша 2,8 миллион оқушы мектепке барады. Соның 370 мыңы 1-ші сынып табалдырығын аттайтын бүлдіршіндер. Бұл деректерді бүгін арнайы өткен жиында Білім және Ғылым министрлігінің өкілдері келтірді. Айтуларынша білім ұялары жаңа оқу жылына сақадай сай, тек бірді-екілі мектептердің жөндеу жұмыстары кеш аяқталатын көрінеді. Ондағы оқушылардың жағдайы қалай болмақ? Нұрбек Байбосын анықтап көрді. Батыс Қазақстан облысы Теректі ауданындағы приречный орта мектебінің оқушылары оқу жылын әкімдік ғимаратында бастамақ. Себебі білім ұясындағы жөндеу жұмыстары жуырда аяқталмайды. Республикалық бюджеттен 80 миллион, жергілікті бюджеттен 20 миллион теңге қаржыға қайта жөнделіп жатқан мектеп қазанның аяғында тапсырылуы тиіс. Бірақ мердігерлер одан ерте, яғни 1 қазанда тапсырамыз деп уәде етті. Өңірде бұдан өзге 12 білім ошағы күрделі жөндеуден өткен. Аудан әкімшілігімен келісіп, өзіміз акиматтан бұрынғы контордың, бұрынғы совхоздың конторы бар. Содан жаңағы 2-ші этаждан, 1-ші этаждан бөлмелерді бөліп әзірлеп жатырмыз. Жаңағы 1 қыркүйекте оқу процесі тоқтамайды. Жылдағыдай 1 қыркүйектен білім күнімен басталып, жаңағы оқу процесі жалғасып жүре береді. Жаңа оқу жылына дайындық барысын вице-министр Елмира Суханбердиева баяндап берді. Айтуынша жыл аяғына дейін 92 мектеп пайдалануға беріледі. Оның 31-і 3 ауысымда оқитын білім ошақтарының мәселесін шешіп, 29 апатты мектептерді алмастырады. 60 мектеп 1 қыркүйекте ашылса, қалғаны жыл соңына дейін тапсырылады. Саны біздің 19 3 ауысым мектептер республика бойынша бар. 24 3 ауысым мектептің әлі қалды. Ол енді оның бәрі қазір 1 қыркүйектен кейін тағы да 9 мектеп жоспарланып жатыр, жоямыз деп. Оның бәрі қазір 1 қыркүйекте тағы да сіздерге ақпарат береміз, қандай мектептер жойылды, қандай мектептер қалды. Неге десеңіз 1 сентябрьге дейін әлі қазір жұмыстар жүргізілуде.
Білім және ғылым министрінің орынбасары мектептерді күрделі жөндеудегі кемшіліктерге де тоқталды. Кейбірінде қаржыландыру қолбайлау болған. Айталық Алматы облысында 48 мектеп тапсырыс берілсе, оның 26-сына ғана жөндеу жүргізілген. Алайда бұл ақпарға облыстық білім саласының басшысы уәж айтты. Биылғы оқу жылына 34 білім мекемесі күрделі жөндеуден өтті. Оның сыртында 5 мектептің ауласы жөнделді. Бұл жұмыстарға 7 миллиардтан астам қаражат бөлінді. Енді мына жаңа оқу жылына, жылдың аяғына дейін 7 мектеп, жаңа 7 мектеп қолданысқа беріледі. Ведомство өкілдерінің сөзіне сенсек, биыл оқулық тапшылығы болмайды. Қазір барлық аймақ оқулықпен 99% қамтылған. Білім ошақтарының 85,5% шәкірттеріне ыстық тамақ береді. Тағы бір ноу-хау. Министрлік 1 қыркүйектен күнделік .kz бірыңғай ақпараттық білім беру жүйесін қолданысқа енгізбек. Бұл кең жолақты интернетке кіруге мүмкіндігі бар мектептерде қолданылады. Мемлекеттік бюджет есебінен қаржыландырылмайтын жаңа жоба ұстаздарды қағазбастылықтан арылтпақ. Нұрбек Байбосын, Есбол Жәмшейтов, қорытынды жаңалықтар, аймақта тілшілердің көмегімен. Биыл еліміздің ата заңына 21 жыл. Конституция қашанда мемлекет заңдылығының құқықтық іргетасы. Ел дамуы мен тұрақтылықтың негізі. Айтулы датаға орай ел ішінде өтіп жатқан шара көп. Солардың бірі Астанада Конституциялық кеңес төрағасының қатысуымен өтті. Жиында Игорь Рогов барша қазақстандықтарға құттықтау сөзін айтып, заң үстемдігі мен Конституция құндылықтарын сақтау кез келген азаматтың борышы екендігін айтты. Бүгін Рио төрінде өнер көрсеткен спортшыларды ұлттық олимпиадалық комитет басшылығы қабылдап құрмет көрсетті. Өңкей саңлақтар жиналған ортада жетістіктермен қатар әттеген айларды айтылды. Дүбірлі дода алдында допинг дауы шыққаны рас, бірақ спортшыларымыздың сағы сынбады. Намыста қолдан бермеген саңлақтарымыздың жетістіктері қазір ел аузында. Қолтаңба, қуанышты жүздер, үмітті ақтағандар, олармен суретке түсуге асықты жұрт. Құттықтауын аямады. Қанша ұлықтасақта жарасты бүгін. Олимпиада комитетінің президенті Тимур Құлыбаев баптаған батырларын бағалады. Үлкен жарыста, үлкен жеңіс, осы чемпиондардың арқасы екенін айтты. Көңілді жиында көптілікте сезілді. Сейілмей отырған допинг дауы. Сөз басы осыдан басталды. Вы знаете, то, что у нас... Олимпиада ойындарының алдында допинг даулары болғанын білесіздер. Онда ауыр атлетикадан қатыспақ болған 4 спортшымыз шеттетілді. Бұл әрине біріншіден біздің спортшыларымыз үшін үлкен соққы болды. Себебі олар әлем рейтингінде көш бастап жүрген спортшылар еді. Соған қарамастан біз әлі де осы спорт түрінен көшбасшы екенін дәлелдеп бердік. Ол үшін жаттықтырушылар мен спортшыларға үлкен алғысымды айтамын. Я просто знаю, что Біздің Лондондағы жеңістеріміз барлығын таңғалдырды. Тіпті ауыр атлетика әлемін дүр сілкіндірді десем болады. Сол кезде ақ мен былай айтқанда санкциялар болатынын іштей сезіп едім. Тіпті кейбіреулер келіп, бізді енді аямайтынын айтқан еді. Зертханалар зерттеуі, ойыншық па, бас бапкер бас қатырған мәселе. Жарысқа дейін таза, жылдар өткен соң допинг. Алдын алғандарды алқымнан алды. Сенім жоқ, көңілде күдік. Как они бы это применяли? Сонда Швейцариядағы зертханада басқалар анықтай алмаған допингті тапқан. Бізді оған дейін түрлі елдерде түрлі сынамалар алғанда ешқандай күдікті зат анықтаған жоқ. Яғни халықаралық олимпиада комитеті өздері рұқсат берген зертханалар жұмысына күдік ұялатып отыр. Ондай жағдайда бұрын біздің спортшыларымызды тексерген мекемелерден лицензияларын алсын, жұмыстарын тоқтатсын. Допинг дауы бұдан да үдемек. Қара тізімге тағы 3 жүлдегеріміз ілінді. Ирина Некрасова, Владимир Седов, Мария Гробовецкая тәртіптік кеңеске шақыртылды. Сынама сыр білдірсе, спортшыларымыз 8 жылға сырт кетеді. Бас бапкеріміз бағынан бас тартар емес. Заңды қопарып, барын жасамақ. Әзірге айтары, сынама ашуда сын бар. Рәсім спортшылардың қатысуынсыз өткен. Эльвира Тағайқызы, Айдос Меделбек, қорытынды жаңалықтар. 23 күнге созылған осы дүбірлі сайыстың басы-қасында болып, елге хабар таратқан арнамыздың түсірілім тобы да бүгін Риодан оралды. Тәжірибелі тілшілер мен қырағы таспагерлерімізге де ел жұрттың айтар алғысы шексіз. Олар күн түн демей сайыстың барлық жарыс түрін көрермен назарына ұсынды. Бразилия төрінен жеткен ақ жолтай жаңалықтарды да қазақстандықтар әуелі біздің арна тілшілерінен естіп білді. Түн демей, күн демей 9 сағаттық айырмаға қарамай ұйқы көрмесек те сол бірге спортшылармен бірге жаттықтырушылармен бірге шапқылап 4 ауданды аралап сол 26 спорт түрін түгел қамтуға тырыстық. Мен ойлаймын, осы көрермендер де басқа саланың адамдары болсын, біздің осы жұмысымызға бір оң бағасын беретін шығар деп. Жеңісті күндеріміз көп болсын. Аман сау болыңыздар.